Киносүйер жандарға жағымды жаңалығымыз бар. Түсіру жұмыстары 2 жыл бұрын басталған «Өмірай» фильмі көрермен қауымға жол тартты. Аталмыш киноның тұсаукесерін әріптесімізде тамашалап қайтқан еді, экранға назар аударайық. Қазақ киносы «Өмірай» атты тағы бір фильммен толықты. Отандық киноны тамашалауға келген жұртшылықтың басым көпшілігі эстрада жұлдыздары болды. Фильмнің негізгі мақсаты кейінгі толқын жастардың бойына жақсы қасиеттерді сіңіру, біреудің қателігінен сабақ алуға үйрету. 2013 жылы түсірілген бұл кино туынды 2 жылдан кейін жарыққа шығып отыр. Түсірілу жағын келетін болсақ, 1 айдың ішінде ғана түсірілім бітті, және бұл фильмнің шығу тарихы 2 жыл бұрын түсіріп қалған кино. Өйткені өңдеуде жатты, не қылды, өйтті. Соны уақытша осы халыққа шығару жағынан уақытша кішкене басқаша бір қиындықтар болды. Сценарий желісі бойынша олда бала күннен бірге өскен жандостар мектепті бітірісімен үлкен қалаға бет алады. Барлығының тілегі ортақ, мақсаты бір болады. Фильм соңы қайғылы оқиғамен аяқталады. Автобус нешеде? 8:30-да сонда болуымыз керек. Ұйықтайық онда? Онда мен осы жерге қисая салайын. Бұл фильм өмір жайында, бауырлар жайында, достық жайында, адалдық жайында, жалпы адамның өмірде өсуі мен өзгеруі жайында фильм. Соңғы бірнеше жылда қазақстандық киноиндустриясында әншілердің актер болуы сәнге айналды. Басты рөлдерде Еркебұлан Молдашев, Нариман Жантуринов, Дархан Байсалбаев, Ернұр Ахметов, Айгерім Жүнісов ойнаған. Эпизодтарында қазақ эстрадасының әншілері Нұржан Керменбаев, Жеңіс Ысқақова, Медет Көжекбаев, Рысбек Аташ өнер көрсетсе, басты рөлдердің бірі әнші Мұрат Қожаға бұйырыпты. Жаман емес, балалардың еңбегі өте енді мықты демегенмен енді көз тойырлықтай бір жақсы кино болған сияқты. Көңілінен шықты, өте жақсы, барлығының да көңілінен шығып жатыр деп ойлаймын. Жақсы кино. Фильмнің шығуына продюсерлік, режиссерлік еңбек, актерлер шеберлігі, фильм сценарийінің дұрыс құрылуы және фильмді түсіруге арналған техника үлкен әсер еткен. Ал кино туындының бағасын алдағы уақытта патша көңілді көрермен бере жатар.